Қазақ байғыздың шақыруын жаман ырымға балап, ажалдың хабаршысы дейді. Даусы ащы, жағымсыз, көктем, жазда түн жамылып ағашқа, бағанаға қонақтайды. Түнімен сұңқылдап төңіректің тынышын бұзады. Бұл жайында көнеден келе жатқан аңыз көп. Бұрын бір елде дәулетті өмір сүрген отбасы болыпты. Жалғыз қызы өзімшіл, арам ниетті, жақсылық істеп көрмеген, дүние құмар болған деседі. Оның мұндай озбырлығына төзбеген халық шөл далаға сүйреп апарып жалғыз қалдырған. Ал қыз болса су іздеуге ерініп, құмның үстінде қорқынышты бейнедегі құсқа айналған. Бұл құс байғыз аталып, саңқыл даусын қыздың жылаған зарына теңеген. Бай қыз, бай құс дегеннен байғыз деген деп айтылып кетсе керек. Ендігі бір аңызда Сүлеймен пайғамбардың әйелі құс сүйегінен сарай салып бер деген тілегіне байланысты жер бетіндегі құс біткенде ордасына жинайды. Сүйгенінің көңілін қимаған патша олардың аяғына салып, тұмсығын тесіп, сымға тізген соң түс көрдім, түсімде ғажап сарай көрдім. Досым Жебірейіл, құс сүйек деген сарай осы. Кілең құс сүйегінен салынған деді. Сол сарайға аңсарым әбден ауды. Мен сондай сарай тұрғызам деген арманым бар дейді. Құс біткен басын иіп, патшам ием, сіздің қажеттігіңізге жараса жанымызды алыңыз, сарайыңызды салыңыз, біздің сүйек сіздің жолға садақа дейді. Сол кезде бөдене бұлтылдап, арамызда байғыз жоқ дейді. Қараса байғыз келмепті. Сүлеймен қаһарланып, қаршыға байғызды дереу дәргейіме жеткіз дейді. Қаршыға байғызды алып келді. Патша оған шақырғанда неге келмейсің деп ақырды. Байғыз басын шайқап, тақсыр, ой үстінде әміріңізді естімей қалдым деп жауап береді. Патшаның әмірінен күшті қандай ой? Дүниеде жазық көп пе, төбе көп пе? Соны санап ойланып отырғаным дейді байғыз. Сүлеймен: әрине жазық көп. Сол да сұрақ болып па? Жоқ патшам, мен санасам дүниеде төбе көп екен. Қалайша төбе көп? Тақсыр: мен өлген адамның моласын қосып санадым. Әрбір адам өлген соң бір төбеге айналады екен дейді құс. Сүлеймен сөзден тосылып қалып: тағы не санадың? Дүниеде тірі көп пе, өлі көп пе? Соны да санадым тақсыр, дейді байғыз. Сүлеймен: әрине тірі көп. Жоқ тақсыр, қанша санасам да өліден тірінің саны аспады. Қалайша? Мен күн шыққанша ұйықтайтын адамдарды да өліге қостым дейді. Сүлеймен бұл жолы да сөзден тосылды. Тағы нең бар санаған? Дүниеде еркек көп пе, әйел көп пе? Соны да санадым дейді байғыз. Сүлеймен жалт қарап: иә, кімдер көп екен? Әйел көп. Қалайша? Әйелінің тілін алатын еркекті де мен әйел санатына қостым дейді құс. Сөз төркінін түсінген Сүлеймен патша қателігін түсініп құстарды босатады. Құстардың аяғындағы тұсауын шешіп жатқанда тірі қалғанына қуанған торғай ұзақ тағатсызданып ұшып кетеді. Аяғына байланған тұсауы толық шешілмеген соң олар әлі күнге дейін секеңдеп жүреді деген аңыз тараған. Құстарды сымға тізгендіктен олардың тұмсығында тесік қалыпты. Тек байғыздың тұмсығы бітеу қалпында кетіпті. Ал енді тағы мынау нұсқасын мен бала кезімнен естіп өстім. Ел аузындағы аңыз әфсана бойынша ертеде бай қуатты бір байдың қызы жарлы Жақыбайдан шыққан жігітпен көңіл қосыпты. Алайда екі жастың қосылуын тағдыр жазбайды. Әкесінің шешімімен басқа бір байдың баласына ұзатылады. Тағдырына налыған қыз әбден ішқұса болып қысқа айналып кетті-міс. Іңір қараңғысында сұңқылдап дыбыс шығаратын сүйгенін жоқтағаны деседі. Халықтың түсінігінде байғыздың шақыруы жақсы емес. Ауласына келіп шиқылдатқан құсты жаман ырымға балайтын болған. Қазақ этнографтарының жазбаларына сенсек, қазақтар үйдің шаңырағында байғыз құсы келіп қонған жағдайда сол үйден бір кісі қайтыс болады деп жорып, ол үйдің орнын ауыстырып басқа жерге тіккен. Кейде ол үйді жағып жіберетін кездерде кездеседі екен. Қазақ ертеден ырымшыл халық, тек соны дұрысынан пайдалана білсе. Байғыз жайындағы аңыздың барлығында оның ақылды құс екені жазылады. Демек, байғыз жаман хабар әкелді деп емес, жаманшылықтың алдын алуды ескертті деп қабылдау керек секілді.